Бәріне сәлем. Мен бүгін Edypuzzle деген платформа туралы сіздерге ақпарат беріп, және де бұны қалай қолдануға болатынын түсіндіремін. Біріншіден, бұл платформада сіздер видеоларды қолданып, неше түрлі тапсырмалар құрастыра аласыздар, яғни видеоның ішіне енгізілген сұрақтар қоюға болады. Мысалға, мен өзімнің студенттеріме, олар software engineering немесе жалпы IT саласында жұмыс істейтін болғандықтан, осы бір Mayuko деген қыздың видеосы бойынша cover letter дегенді қалай жазу керек, немесе ол маңызды ма деген сұрақтарға жауап беру үшін осы тапсырманы құрастырдым. Сіздерге мысал ретінде мен өзім осы жерде қалай тапсырманы құрастыруға болатынын көрсетейін. Мысалға, ол үшін бірінші my content, яғни өзіңнің құрастырған тапсырмаларың деген бөлікке барасыздар. Осы жерде add content, яғни қосу дегенді таңдайсыздар. Одан кейін create a video дейсіз, немесе видеоңызды енгізесіз, өзіңіз осы жаққа жүктеп, немесе студенттерге арнап бөлек проект, немесе жаңа folder, папка ашасыз. Мен осы жерде жаңа видео құрастырайын мысалға. Жарайды, кез келген бір видеоны таңдайық. Argumentative writing дейді. Осы видео бойынша сұрақ қою үшін біріншіден бұны ойнайсыздар. Және де мына жерде edit дегенді көріп тұрсыздар, осыны таңдайсыздар. Егер де өздеріңіз сұрақ қоятын болсаңыздар, және де ол жерге questions дегенді қойып, мысалға видеоның керек бір бөлігіне барып, осы жерде multiple choice questions, яғни бірнеше нұсқасы бар сұрақ қоясыз, немесе open-ended questions, яғни бұл жерде жауапты сұрақтарға студенттердің өздері береді. Мысалға, what is the purpose of the video деген сұрақ қойсаңыздар болады. Оны кейін сұраққа айналдырып, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 20 секундта ол сұрақ пайда болады. Соны кейін жалғастырып, басқа да сұрақтарға қоса бересіз. Осылай мен құрастырған жақтан өзімнің жұмысымды көрсетейін қысқаша. Мысалға, мына видеоның ішінде мен 6 сұрақ құрастырдым, көріп тұрғандарыңыздай. Олардың біріншісі open-ended, multiple choice, and so on. Ең жақсы бұл платформадағы видеоны көріп отырған кезде кез келген бөлігіне бірден секретке болады. Бірден осы бөлігіне барып, сұраққа жауап берсеңіздер болады. Сонысы маған ұнайды. Және де видеоны қайттан көруге болады сол бөлігін, немесе сұрақты егер де бұл платформа бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, маған комментарийде жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да бір қосатын жайт, бұл платформада класс ашсаңыз да болады әрине. Бұл класс Google Classroom-ға да қосуға болады, немесе жаңа класс осы жерде арнап ашуға болады. Бірақ мен студенттеріме көп платформада аккаунт ашқыздыра бермей, оның орнына осы сұрақтарға жауаптарын өздеріне бір файлдың ішіне жауап жазып, оны кейін маған чат-бокстың ішіне салуды сұраймын. Сол ыңғайлырақ сияқты жалпы, және де көп уақыттарын алмайды, талқылауға мүмкіндік береді. Және де бұл тапсырмаларды мен әдетте бағаламаймын, жай ғана formative assessment ретінде қарастырамын. Комменттеріңіз болса, мен осы сайтымда жазыңыздар. Мен парақшамда коммент қалдырыңыздар.